Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 154-ші сабағымызды бастаймыз. Үшбұрыштар, уақыт таспасы. Үшбұрыштарды тануды және жіктеуді үйренесің. Бірінші есеп, уақыт таспасына қара. Адамзат баласының даму тарихы ұзаққа созылған және қызықты. Уақыт таспасынан өзінің өмір сүріп жатқан кезеңді тап. Қараңыздар, мысалы, 2 миллион жыл бұрын адамдар қалай өмір сүрген, мысалы. Алғашқы қауымдық құрылыс кезінде 10 мың жыл бұрын қалай болған, ежелгі әлемде біздің заманымыздың 4-ші ғасырында, мысалы, орта ғасырда қалай болған, 5-ші ғасыр мен 15-ші ғасыр аралығында, жаңа заманда қалай, мысалы, 15-ші ғасырдан бастап 20-ші ғасырға дейін. Және ең жаңа заман бұл бізде 20-ші ғасыр мен 21-ші ғасыр аралығы. Қараңыздар, біз ең жаңа заманда 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Екінші есеп, тік сүйір доғал бұрыштардың атауын 3 бағанға бөліп жаз. Мысалы, қараңыздар, бізде тік бұрыштар бар ма екен? Қараңыздар, міне, Б бұрышы, тік бұрыш. Одан кейін бізде R бұрышы бар. Қазір R бұрышы, S бұрышы, Т бұрышы және U бұрышы. Келесі, сүйір бұрыштар. Сүйір бұрыштар олар 90 градустан кіші болу керек. Мысалы, А бұрышын алайық. А бұрышы, С бұрышы, Д бұрышы, G бұрышы және М бұрышы және О бұрышы. Келесі, доғал бұрыштар. Доғал бұрыштар олар 90 градустан артық болу керек және 180 градустан кем болу керек. Мысалы, 95 градус болса, 135 градус болса, 175 градус болса, олар доғал бұрыштар деп аталады. Мысалы, ондай қандай бұрыштар бар? Е бұрышы, қалған бұрыштар. Е, F бұрышы, одан кейін H, I, J, V, K, L бұрыштары бар. N бұрышы, Q, P бұрышы. Олардың барлығы доғал бұрыштар. Үшінші есеп, кестеге қара. Бұрыштарына қарап, үш бұрыштарды қандай топтарға бөлуге болады? Қараңыздар, мысалы, үш бұрыштарды біздер деген мына қабырғаларына байланысты үшке бөле аламыз. Олар тең бүйірлі, тең қабырғалы және қабырғалар әртүрлі. Ал бұрыштарына байланысты тағы да үшке бөле аламыз. Тік бұрышты үш бұрыштар, доғал бұрышты үш бұрыштар және сүйір бұрышты үш бұрыштар. Міне ол туралы мінекей жазып қойдық бір шеге. Есінде сақта, егер үш бұрыштың тік бұрышы бар болса, онда ол тік бұрышты үш бұрыш деп аталады. Егер үш бұрыштың екі қабырғасы тең болса, онда ол тең бүйірлі үш бұрыш деп аталады. Егер барлық үш қабырғасы тең болса, онда тең қабырғалы үш бұрыш. Ал егер барлық қабырғалардың ұзындықтары әртүрлі болса, онда қабырғалары әртүрлі үш бұрыш деп аталады. Төртінші есеп, суретке қара. Үш бұрыштарды қандай да бір белгілері бойынша топтарға бөл. Оларды басқаша қалай бөлуге болады? Мысалы, үш бұрыштардың түрлері бұрышына байланысты. Олар сүйір бұрышты үш бұрыштар, тік бұрышты үш бұрыштар және доғал бұрышты үш бұрыштар деп бөлінеді бұрышына байланысты. Бізде мысалы сүйір бұрышты үш бұрыштарға мысалы М бұрышын алуға болады. Себебі деген оның барлық бұрыштары сүйір бұрышты. М бұрышы, М үш бұрышы, К үш бұрыш және С үш бұрышы. Осылардың барлығы сүйір бұрышты үш бұрыштар. Келесі тік бұрышты үш бұрыштар. Олар мінекей R үш бұрышы, одан кейін R, сосын Q бір бұрышылар тік болады, одан кейін А үш бұрышы. Осылардың барлығы тік бұрышты. Одан кейін доғал бұрышты. Кімдер қалды бізде? S үш бұрышы және B үш бұрышы. Олардың барлығы доғал бұрышты үш бұрыштар болып табылады. Келесі, үш бұрыштардың түрлері қабырғасына байланысты. Олар үшке бөлінеді. Тең бүйірлі үш бұрыштар, тең қабырғалы үш бұрыштар және қабырғалары әртүрлі үш бұрыштар дейді. Мысалы, тең бүйірлі үш бұрыштарға кімді айтуға болады? Мысалы, К үш бұрышы, екі қабырғасы бірдей. Одан кейін R үш бұрышы, екі қабырғасы бірдей. Көріп тұрғандарымыздай. Келесі, тең қабырғалы үш бұрыш. Ол жерде үш қабырғасы да бірдей болу керек. Мысалы, М үш бұрышы мен С үш бұрышының барлық қабырғалары бірдей. Келесі, қабырғалары әртүрлі үш бұрыштар. Олар мінекей Q үш бұрышы, одан кейін S қабырғалары әртүрлі олардың. Одан кейін А үш бұрыш және Б үш бұрышы. Бесінші есеп, сызғыштың көмегімен үш бұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлше. Олардың қандай үш бұрышқа қабырғалар әртүрлі, тең қабырғалы, тең бүйірлі жататынын анықта. Нөмірі бойынша топқа бөліп жаз. Қараңыздар, бізде үш топқа бөлу керек. Олар қабырғалары әртүрлі үш бұрыштар. Қабырғалары әртүрлі болу керек. Мысалы, бірінші үш бұрыш, үшінші үш бұрыш қабырғалары әртүрлі, төртіншісі, одан кейін бесінші нөмірлі, одан кейін жетінші нөмірлі және 11-ші нөмірлі үш бұрыштар, олар қабырғалары әртүрлі. Келесі, тең қабырғалы үш бұрыштар. Олар екінші нөмірлі, 6-шы нөмір және 12-ші нөмірлі үш бұрыштар. Келесі, тең бүйірлі үш бұрыштар. Олар екі қабырғасы бірдей болу керек. Мысалы, 8-ші, 9-ші және 10-ші үш бұрыштар. 6-шы есеп, жазбаша есепте. Қараңыздар, бірінші өрнек мәнін табайық. 87.658-ге 68.763-ті қосамыз. Бұл жерде қараңыздар,
8-ге 3-ті қосамыз 11 болады. Бірін жазамыз 1 ойда. 1-ге 5 қосқанда 6, 6-ға 6 қосқанда 12, 2-сін жазамыз 1 ойда. 1-ге 6 қосқанда 7, 7-ге 7 қосқанда 14, 4-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 7 қосқанда 8, 8-ге 8 қосқанда 16, 6-сын жазамыз 1 ойда. 1-ге 8 қосқанда 9, 9-ға 6 қосқанда 15. Сонда бізде 156.421 саны шықты. Енді біздер осы шыққан санға 18.164-ті қосуымыз керек. 1-ге 4 қосқанда 5 болады, 2-ге 6 қосқанда 8 болады, 4-ге 7 қосқанда 11 болады, 1-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 6 қосқанда 7, 7-ге 8 қосқанда 15, 5-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 5 қосқанда 6, 6-ға 1 қосқанда 7 және 1 жазып қоямыз. Сонда бізде 175.185 саны шықты. Келесі 986.409-ға 5.876-ны қосамыз. 9-ға 6 қосқанда 15 болады, 5-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 7 қосқанда 8 болады, 4-ге 8 қосқанда 12, 2-сін жазамыз 1 ойда, 1-ге 6 қосқанда 7, 7-ге 5 қосқанда 12, 2-сін жазамыз 1 ойда, 1-ге 8 қосқанда 9 және 9 жазып қоямыз. Сонда бізде 992.285 саны шықты. Енді біздер осы санға мына 5432-ні қосамыз. 5-ге 2 қосқанда 7 болады, 8-ге 3 қосқанда 11 болады, 1-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 2 қосқанда 3, 3-ге 4 қосқанда 7, 2-ге 5 қосқанда 7 және 9 жазып қоямыз. 9 саны бар бізде. Сонда бізде 997.717 саны шықты. Келесі, бізде 46.896-ға 6.186-ны қосуымыз керек. 6-ға 6 қосқанда 12 болады, 2-сін жазамыз 1 ойда, 1-ге 9 қосқанда 10, 10-ға 8 қосқанда 18, 8-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 8 қосқанда 9, 9-ға 7 қосқанда 16, 6-сын жазамыз 1 ойда. 1-ге 6 қосқанда 7, 7-ге 6 қосқанда 13, 3-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 4 қосқанда 5, сонда 53.682 саны шығып тұр. Енді біздер оған 41.89-ды қосамыз. 2-ге 9 қосқанда 11 болады, 1-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 8 қосқанда 9, 9-ға 8 қосқанда 17, 7-сін жазамыз 1 ойда. 1-ге 6 қосқанда 7 болады, 3-ге 1 қосқанда 4, 5-ге 4 қосқанда 9, 94.771 шығады. Келесі 60.999-ға 45.398-ді қосамыз. 9-ға 8 қосқанда 17 болады, 7-сін жазамыз 1 ойда. 1-ге 9 қосқанда 10, 10-ға 9 қосқанда 19, 9-ын жазамыз 1 ойда. 1-ге 9 қосқанда 10, 10-ға 3 қосқанда 13, 3-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 5 қосқанда 6, 6-ға 4 қосқанда 10, 106.397 шығады. Енді біздер оған 10.342-ні қосамыз. 7-ге 2 қосқанда 9 болады, 9-ға 4 қосқанда 13 болады, 3-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 3 қосқанда 4, 4-ге 3 қосқанда 7, 6-ға 0 қосқанда 6, 0-ге 1 қосқанда 1, және 1 жазып қоямыз. Сонда бізде 116.739 шығады. Келесі 247-ні 27-ге көбейтеміз. 7 жетім 49, 9-ын жазамыз, одан кейін 4 ойда. 4 жетім 28, 4 қосқанда 32, 2-сін жазамыз 3 ойда, 2 жетім 14, 3 қосқанда 17. Келесі 2 жетім 14, 4-ін жазамыз 1 ойда, 2 4-ім 8, ойдағы 1 қосқанда 9, 2 2-ім 4, 494 шығады. Енді қосамыз, 9 жазып қоямыз. 2-ге 4 қосқанда 6 болады, 7-ге 9 қосқанда 16, 6-сын жазамыз 1 ойда, 1-ге 4 қосқанда 5, жаңа ойдағы 1 қосқанда 6 шығады. 6669. Келесі 239-ды 454-ге көбейтеміз. 9 4-ім 36, 6-сын жазамыз 3 ойда, 3 4-ім 12, ойдағы 3 қосқанда 15, 5-ін жазамыз 1 ойда, 2 4-ім 8, ойдағы 1 қосқанда 9 шығады. Келесі 5 9-ым 45, 5-ін жазамыз 4 ойда, 3 5-ім 15, ойдағы 4 қосқанда 19, 9-ын жазамыз 1 ойда, 5 2-ім 10, ойдағы 1 қосқанда 11 шығады. Келесі 4-ті 9-ға көбейтеміз. 36, 6-сын жазамыз 3 ойда, 4 3-ім 12, ойдағы 3-ті қосқанда 15, 5-ін жазамыз 1 ойда, 4 2-ім 8, ойдағы 1 қосқанда 9, енді барлығын қосамыз. 6 деп жазып қоямыз. 5-ге 5 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда, 9-ға 9 қосқанда 18, 18-ге 6 қосқанда 24, ойдағы 1 қосқанда 25, 5-ін жазамыз 2-сі ойда, 1-ге 5 қосқанда 6, 6-ға 2 қосқанда 8, 1-ге 9 қосқанда 10, сонда 108.506 саны шығады екен. Келесі 460.598-ді 782-ге бөлеміз. Сонда біздер 4605-тен аламыз. 4605-ті 782-ге бөлген кезде 5-тен береміз. 5-ті 782-ге көбейткенде 3910 шығады. Азайтамыз. 5-тен ойлағанда 5, 0-ден 1 азайтылмаймыз. 6. Бізде бұл 6 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмек береді. 1 жүздік 10 ондыққа тең. 10-нан 1 алғанда 9. Одан кейін 5-тен 9 азайтылмайды. 4 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 мыңдықта көмек береді. 1 мыңдық 10 жүздікке тең. Одан кейін 10-ға 5 қосқанда 15, 15-тен 9 алғанда 6 шығады. Келесі. Енді 6959 шығып тұр.
оны 782-ге бөлген кезде 8-ден береміз. 8-ді 782-ге көбейтеміз, ол бізде 6256 болады. Азайтамыз, азайтқан кезде 703 болады. 8-ді түсіреміз, 7038 болады. 7038-ді 782-ге бөлген кезде 9-дан береміз. 9-ды 782-ге көбейткенде 7038 шығады, азайтқанда 0, жауабы 589. Келесі, 144.560-ды 695-ге бөлеміз. Бізде қараңыздар, бізде 1445 саны бар. Оны біздер 695-ге бөлген кезде 2-ден береміз. 2-ні 695-ге көбейткенде 1390 болады. Оларды азайтамыз. Азайтқан кезде 55 болады. 6-ны түсіреміз, 526 болады. 526-ны 695-ге бөлген кезде 0-ден береміз. Ол бөлінбейді, сондықтан 0-ден береміз. Одан кейін 0-ді қайтып 695-ге көбейткенде 0 шығады. Азайтамыз, 526, келесі 0-ді түсіреміз, 5560 болады. 5560-ты 695-ге бөлгенде 8-ден береміз. Сосын көбейткенде 5560 шығады, азайтқанда 0, жауабы 208. Жетінші есеп, А нұсқасы, есепті шығар. Тең қабырғалы абысы үшбұрыштың периметрі 27 сантиметрге тең. Оның қабырғаларының ұзындығын тап. Бізде периметрі 27 сантиметрге тең. Бізге қабырғасын табу керек. Қараңыздар, бізде тең қабырғалы үшбұрыштың периметрін қалай табады? Бізде оның үш қабырғасы бірдей, сондықтан 3 көбейтілген А деп жазуға болады. Ал егер керісінше қабырғасын табу керек болса, онда периметрін 3-ке бөлеміз. 27-ні 3-ке бөлгенде 9 шығады, 9 сантиметр. Жауабы үшбұрыштың қабырғасының ұзындығы 9 сантиметр. А нұсқасы, тең қабырғалы үшбұрыш туралы осыған ұқсас есеп құрастыр. Бізде енді бұл жерде периметр басқаша, периметрі 51 сантиметр. Біздер периметрін табу формуласын жазбаймыз. Егер қабырғасын табу керек болса, онда біздер периметрін 3-ке бөлуіміз керек. 51-ді 3-ке бөлеміз, 17 болады. Жауабы үшбұрыштың қабырғасының ұзындығы 17 сантиметр. 8-ші есеп. Тапсырманы орында. Үшбұрыш пішінді гүлзардың сызбасына қара. Оның ауданын қалай табуға болатынын ойлан. Қараңыздар, бізде мысалы үшбұрыш берілген. Оны біздер кәдімгі тіктөртбұрыш ретінде қарастырамыз. Егер мына толықтыратын болсақ, былай толықтыратын болсақ, онда бізде тіктөртбұрыш пайда болады. Былай қарағанда, осы тіктөртбұрыштың ауданын табатын болсақ, және оның жартысының ауданын табатын болсақ, біздер мына үшбұрыштың ауданын таба аламыз. Қараңыздар, бізде ұзындығы деп айттық, 16 метр, ені 14 метр. Бізде үшбұрыштың ауданын қалай табады? Мына екі қабырғасын көбейтеді де, оны 2-ге бөледі. Яғни тіктөртбұрыштың жартысын табу керек. Көрдіңіз бе? 16 мен 14-ті көбейтеміз де, оны 2-ге бөлеміз, сонда 112 шығады. Жауабы үшбұрыш пішінді гүлзардың ауданы 112 метр квадрат. 9-ші есеп. Ойлан және жауап бер. Әлім 37 литр суды 2 шелекке құйып алды. Оларды әкеле жатып, бірінші шелектен 2 литр суды, ал екінші шелектен 5 литр суды төгіп алды. Енді шелектердегі судың көлемі бірдей болды. Әрбір шелекте неше литр су болды. Мысалы деген, оларда барлығы 37 литр су бар екен. Мысалы, біріншісі білмейміз ғой, біріншісі X литр болса, екіншісі 37 азайтылған X литр болады. Себебі деген, жалпы қосқан кезде 37 шығу керек. Солай аламыз. Одан кейін, бірінші шелектен 2 литр су төгіліп қалады, екінші шелектен 5 литр су төгіліп қалады, сонда екі жаға тең болады дейді. Осы айтылған. Сонда бізде осындай теңдеу пайда болады. Арға не істейміз? 37-ден 5 азайтамыз, ол бізде 32 болады. Одан кейін мына минус x-ті көріп тұрмыз ғой да, сонда кейін бері қарай шығарған кезде ол плюс болып келеді. X-қа x қосқанда 2x болады. Мына минус 2-ні келесі жаққа шығарғанда плюс болып келеді. 32-ге 2 қосқанда 34 болады. Ары қарай x табу үшін 34-ті 2-ге бөлеміз, ол бізде 17 болады. X-ның орнына 17-ні қоямыз мына жерге. 17 азайтылған 2 15 болады. Мына 10 жақ бөлігі де 15-ке тең. Екі жағы тең екен. Олай болса жауабы бірінші шелекте 17 литр, екінші шелекте 20 литр су болды. 10-ші есеп. Суретке қара. Берілген белгілері бойынша үшбұрыштарды топқа бөл. Оларды басқаша топтауға бола ма? Мысалы, бұрыштары бойынша оларды мындай топқа бөлуге болады. Мына айтқандай, сүйрі бұрышты үшбұрыштар, тік бұрышты үшбұрыштар және доғал бұрышты үшбұрыштар. Мысалы, сүйрі бұрышты үшбұрыштарға кімді айтуға болады? Мына қараңыздар, бізде G, K, L үшбұрышы, сүйрі бұрышты болады. Себебі барлық бұрышты сүйрі оны қарап отырсақ. Келесі, S, T, U. Қараңыздар, ол бізде неке? STU. Ол бізде сүйір бұрышты үшбұрыш. Келесі, тік бұрышты үшбұрыштар. Ол бізде мысалы YVW, YVW, тік бұрышта бір бұрышы тікті. Одан кейін DEF үшбұрышы, одан кейін QPR үшбұрышы. Келесі, доғал бұрышты үшбұрыштар. Олар GHI, одан кейін ABC және MNO қалыптаған осы үшбұрыштар. Олар бізде доғал бұрышты үшбұрыштар. Себебі олардың бір бұрышы доғал. Келесі, енді біздер оны қабырғалар бойынша бөліп көрейік. Қабырғалар бойынша оларды тең белгілі үшбұрыштар,
тең қабырғалы үшбұрыштар және қабырғалар әртүрлі үшбұрыштар деп үш топқа бөлуге болады. Тең берілі үшбұрыштар. Олар бізде кімдер? Так, бізде олар GHI. Себебі екі қабырғасы бірдей болса болды. Ол тең берілі болып кетеді. Одан кейін YVW, екі қабырғасы бірдей. Одан кейін STU. Ол бізде тең берілі. Келесі тең қабырғалы. Тең қабырғалы ол бізде GJKL үшбұрышы. Одан кейін қабырғалары әртүрлі үшбұрыштар. Ол бізде ABC үшбұрышы, MNO үшбұрышы, DEF үшбұрышы және QPR үшбұрышы. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.